Ассалаумағалейкум қазақ елі, қалайсыздар? Бүгін біздің кезекті жұмысымыз бұл фартук жапсыру болады. Стенамызда лепка шағылғаннан кейін оны оюдың қажеті жоқ. Қазір бетон аңдак деген зат шыққан. Және айта кетерлік, мына жерден 60 сантиметр жеткізбей алдық. Ол жерде холодильник тұрады. Сосын ана жерде 60 сантиметр шығардық. Өйткені шкаф тұрады. Мына бетон аңдак деген зат міне өзі сұйық болады. Жаққан кезде екі слойдан бір слой 2 сағаттан қатады. Өйстіп екі слой жағып шығамыз. Сосын артынша кафельный клеймен жапсыра береміз. Қазір итогын көрейік. Міне осылайша кепкеннен кейін кафель жапсырдық. Және оның биіктігі полдан 85 сантиметр, ұзындығы биіктігі тағы да үстінен 60 сантиметр болады. Және бұның бағасы 3 метрден асса 15 мың теңге, 3 метрге дейін 10 мың теңге. Осылай жапсырып береміз. Ортасына затиркасымен міне затирка жақтық. Жаңағы затиркасыз тұртығын тазалап. Міне өйстіп әдемі болып тұрады. Өйстіп енді кухняларыңызға әкеліп қоя бересіздер. Жақсы болыңыздар.